Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Аман Вайп YouTube арнасында тарихи влог өткені. Бүгін біз Қазақстан премьер лигасының чемпионын бірге анықтайтын боламыз. Қайрат Астана ойынның төңірегіндегі эмоциялар, жалпы сұхбаттар, керемет вайп тек бізде. Ендеше жазылыңдар. Қайрат Астана, Алматы қаласы, кеттік. Чемпион қойын. Бүгін бізде таза вайп. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман вайп. Ермұхамед Мәулен, Фонтин YouTube проектісінің экс-резиденті. Ермаш, что там? Ойын қалай? Жалпы ойын қандай? Кім чемпион болады? Не күтесің? Әрине енді матч Алматыда өтіп жатыр, орталық стадионда. Бұл жерде Алматының Қайратының стадионы. Төрешілер Италиядан, әділ төрешілік етеді деген ойдамын. Сондықтан өте тартысты матч болады. Қайратқа тең түссе де болды, жетеді ғой чемпиондық. Бұл деген үлкен басымдылық береді психологиялық тұрғыдан да, басқа жағынан да. Сондықтан мен ойымша Қайраттың чемпион болуын қазір 90 минуттан кейін көреміз. Жеке менен сұрақ, неге Ермұхамед Мәулен випке емес, қарапайым халықтың жанында? Енді випке ешкім шақырған жоқ біріншіден. Екіншіден біз журналистпіз. Мына журналистер боксына қазір орын жетпей жатыр, адам көп. Сондықтан мен үшін бұл жалпы енді студенттік кезде осында өстім ғой, сондықтан осы трибуналарды мен жатқа білем. Сондықтан осында отыра берем. Жалпы сондай. Міне дәл қазір Жоао Пауло Алматы стадионына келіп жанкүйерлермен қоштасу сәті өтеді. Міне өкінішті Жоао Пауло мақта. Астанада өткен есеп тең болды. Бірде-бір Марин Томас және Дастан Сатпаев ол жерде гол салған болатын. Бүгінгі ойын әрине екі командаға да өте маңызды. Астанаға міндетті түрде жеңіске жету керек, ал Қайратқа тең есепте жеткілікті. Ендеше ойын Астана клубының шабуылымен басталатын сияқты. Томасов салды! Ё-моё, боқтайын десем боқтауға болмайды ғой. Что за гол? Марин Томасов неткен бұл пушка. Бекерден бекер соңғы матчтарда Астана сапында тек Қайратқа Марин Томасов гол салады деп мен айтпадым. Астана лайф кестеде бірінші орынға шықты. Италиядан келген төрешілер өзінің формасын алып кепті. Міне қараңыздаршы. Живока, Летте, ой-вай. От души жүгірейін деп тұрба бұл, лайнсмен бүгін. Айтпақшы бүгінгі ойынды Баспро Продакшн Ақылбек Досжанов 14 камераға түсіп жатыр екен. 14 камера. Трансляцияны білмеймін, бірақ стадиондағы атмосфера просто шикардос. Тамаша. Опасно, қауіпті жағдай. Бірінші таймның ортасында 38-ші минутада мүмкін Қайраттың ең қауіпті шабуылдардың бірі болды. Көрейік, қазір қайтадан бір бұрыштамада бар енді. Қайрат ойының басында 3-4 ойын берді. Қазір көрейік. Сорокин, Мартыновичтар барда бұл керемет қару.
Ойынның 40-шы минутасында Офри Арат өкінішке орай жарақатына байланысты өз орнын Дамир Қасаболатқа босатты. Офри, денсаулық тілейміз. Интерге қарсы ойында керексің. Артына қарама. Бірінші тайм қазір расымен Астана керекті нәтижені ұстап жатыр, керекті ойынды көрсетіп жатыр. Григорий Бабаян Қайраттың ойын керемет зерттегені байқалады. Сол қапталмен қайта-қайта Грипшидің, Камараның қосылып жатқаны, Ченедудің тамаша ашылып жатқаны бұрының барлығы кездейсоқтық емес. Оң қапталдан қосылатын Марин Томасовты орынтал тұсқа шығару және ол жоспар бүгін бір рет орындалды. Ал Дастан Сәтбаевты байқасақ, Максе Бонг бүгін қыр соңынан қалмай жүр. Қалай қады допталады, Максе Бонг бар, сол маңнан ізінен түсіп жүр. Демек қазір Эдмилсон екінші таймда керек болатын секілді. Айбек, сен бүгінгі ойында 100% Астан жанкүйерісің деп мен өзім есептеймін. Рас па? Оля, деймін. Елдар бұның қалай дейді. Жоқ, ешкім мен басты таза бойын болса екен деймін. Матео Маркетти төреші керемет енді. Алаңда байқасаң, екі команданың ойыншылары да қосалқырамдағы бапкерлерде болды дейді, бірден тоқтап жатыр да. Сол нәрсе ұнап тұрмаған. Таза шын мықты ұтса болды. Қазақстандық Астананың қазақстандық ойыншылары қайда дейсіздер? Міне олар жаттығып жатыр, екінші таймға шығып қалу мүмкін. Мұхамеджан Сейсен, Абзал Бейсебеков, Ян Вараговский, Марат Быстров барлығы сақадай сай, керек кезде шығып команданы жеңіске жетелеуге дайын. Бірінші тайм аяқталды, достар. Астана 1-0 есебімен алды. Алда екінші тайм. Қызықтың бәрі алда. Чемпиондық ойын. Каналға жазылыңыздар. Каналға жазылыңыздар. Астананың бас жауы Ербол Қайыров. Ерба, бірінші тайм қалай? Жоқ, мен өзімді бас жау деп айта алмаймын. Нейтралды түрге ақпарат беріп тұрамын, подкасттарға қатысам. Ал ойын жайында не айтамыз? Негізі Астанада Қайратта қателесуге өте қатты бір қорқып жатыр, сондықтан да өткір пастар өтпей жатыр, шабуылдар өте аз. Қайраттың 1-2 мүмкіндігі болды. Басында шабуылдады, кейін Астана гол соқты, Марин Томасов бабында, кейін Офри Араттың орнына Қасаболат шықты. Енді көреміз. Бірақ та былай қарағанда Джеффри Ченеду қазір бабында, оған пас асырса, Грипши сияқтылар. Сонда Астана екінші гол соғылады. Ал Қайратқа заменалар керек, Тұяқбаев сияқты жастарды шығару керек, Георгий Зария керек, өткір пастар өтетін креативті футболшылар керек. Астана чемпион? Әзірше жоқ. Қайратта мүмкіндік бар. Соңына дейін матчты тамашалап, соңында ғана қорытынды жасайды. Елдің аузындағы Азамат Тұяқбаев осы ағайын. Астан Сәтбаев, не деген краш, не деген машина, дастиш, фантастиш. Естеріңізде ме, осы влогтың басында мен алғашқы ойын 1-1 болды деп айтқан. Томасов пен Сәтбаев сол ойында салды және бүгін де сол екі футболшы өз командаларының алғашқы голдарын соқты. Бірақ бұл ойын 1-1 тең есеппен аяқталмауы тиіс. Біреу жеңіске жетсін. Нағыз чемпион білетін боламыз. Екінші тайм. Гоу!
Достар, 73 минута. Әзірше бір қауіпті жағдай болған жоқ. Есеп 1-1. Астанаға міндетті түрде жеңіс керек, ал Қайратқа қарымта шабуылдан бір гол салып жіберсе тіпті тамаша. Көрейік, затишье перед бурой деп білем. Қазір қалған 20 минутта 1-1 керемет шабуыл, керемет гол, әдемі гол болатын сияқты. Он минут қалды. 10 минутта бір гол керек Астанаға. Не болады? 10 минуттың ішінде біз Қазақстан чемпионын білетін боламыз. Бұл жерде Эдмилсон. Қарайық. Ортаға Дастан Сатпаев. Жанында ешкім жоқ. Дастан! Башич. Он минуттан кейін дәл осы стендке, дәл осы 2025 жылы жеңімпаз деген жерге бір команда аяқ басады. Әзірше біз бастық. Міне, тамаша. Қайрат, Астана. Әзірше Қайрат. Орталық стадион неге шапалақтауда? Өйткені Дастан Сатпаевты қазір Рикардиньо алмастырды. Дастан Сатпаев әзірше чемпиондық голдың авторы. Пятое чемпионство Хайрата историческое. Какие эмоции у вас? Эмоции прекрасные. Большая работа была проделана, и вот мы сейчас эти все наши стратегические цели, все наша работа, которая была. Ну и, конечно, мы получаем удовольствие от той работы, которую сделали. Сезон продолжается, Да, Лига чемпионов. да, Какие да. планы на ЛЧ, где пройдут матчи? Дальше будем играть. Я уже говорил, что у нас следующий матч 5 ноября. И после этого мы сейчас ждем согласования с УЕФА. В принципе, там нет таких возражений. Просто мы должны получить официальные документы. И скорее всего, очень не хочется, потому что сегодня видели, что творилось. Сегодня весь город поддерживал. Сегодня вообще была футбольная погода. Сегодня прям все легло хорошо. И погода, и болельщики, и победа Кайрата. Поэтому будем надеяться, что в декабре будет такая погода, и мы здесь матч проведем. У себя в телеграм-канале я писал, что есть информация, что от этих вырученных денег Лиги чемпионов вы намерены построить еще одну академию в Алмате. Это правда? Это правда, да, это правда, да. Мы сейчас согласовываем землю, мы хотим построить академию в сторону, как правильно сказать, выше Сайна, да?
где вот есть спортивная арена, знаете, Алмата. Вот мы там хотим построить. Там, потому что район развивается, мы тот район хотим захватить, чтобы побольше детей могли заниматься футболом. С чемпионством, спасибо. Спасибо большое. Рафаэль Радикович, поздравляю с чемпионством. Расскажите, пожалуйста, по игре. Первый тайм очень сложный, и замены, в принципе, вы изменили второй тайм. За счет чего сегодня получилось достичь нужного результата? Спасибо за поздравления. Да, матч сложный получился, немножко пошел не по нашему сценарию. Астана немножко нас удивила, в каком смысле мы думали, что они будут более активно играть первый тайм, вот, потому что как бы им в любом случае нужна победа, да, мы на это надеялись, а Витя оказалось немножко по-другому, то есть они больше нас затянули на свою половину поля. Вот, и вот эти вот вылеты у них были очень опасные. Вот, ну и вот в одном из моментов пропустили гол, конечно, такой необязательный гол. Конечно, немного сами себе усложнили ситуацию. Но до конца мы верили, что мы можем и сравнять, забить больше. Вот, и в перерыве ребят на это нацеливали. Вот, в принципе, мы не сомневались, что можем и дожать, вот, потому что не могли мы в сегодняшний вечер, да, полный стадион, болельщики, подвести нашу, как говорится, армию болельщиков, да, и та цель, которая у нас была в начале сезона, да, подтвердить чемпионство впервые, поэтому, как бы мы шли к этой цели, и мы до конца верили, и так получилось, что сравняли. В прошлом сезоне, когда вы выиграли чемпионство, сказали, что это не, так скажем, заслуга Рафаэля Радиковича, он был только несколько времени в команде, а в этом году полноценное чемпионство под руководством. Для вас это особенное чемпионство? Да, немножко, знаете, прошлый год все равно я чувствовал, что заслуга не только моя там была, то есть там и Кирилл Кеки работал, и Александр Киржаков работал, то есть каждый внес определенный вклад в эту победу, в нашу общую победу. Вот. Ну да, в этом году так получилось уже, что именно наш штаб казахстанцев, именно штаб выходцев из академии, то есть мы продукты, можно сказать, футбольного клуба «Кайрат». Это, конечно, очень приятно, что мы подтвердили чемпионство, и для нас, конечно, это большая гордость. Вот. Ну и, как говорится, да, в этом году уже такое полноценное, можно сказать, чемпионство. Удачи Лиге чемпионов. Да, спасибо большое. Құрметті достар, осылайша Қазақстан премьер-лигасының тағы да бір маусымы аяқталды. Алматылық Қайрат өз тарихында 5-ші рет бірінші орынға тұрақтап, осылайша маусымды керемет аяқтады, бірақ Қайрат үшін маусым әлі аяқталмады. Өйткені алдыда Чемпиондар лигасының бірнеше маңызды ойындары бар. Келесі ойын Милан қаласында Интерге қарсы. Енді осындай көтеріңкі көңіл күймен біздің клуб Алматылық Қайрат Европаға аттанып, алғашқы жеңісіне қол жеткізсе, біз әрине қазақ футбол жанашырлары, жанкүйерлері қуанамыз. Қайрат чемпион, келесі жылы Чемпиондар лигасында Алматылық Қайрат ойнайды. Құтты болсын. Алматы менің алғашқы махаббатым деп әндетіңіздер Қайраттың жанкүйерлері. Бүгін бізде таза vibe Кешегі өткен жағдай хайп Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай Бүгін бізде аман vibe